Құрметті достар, мен сендерге партнерствоның бір күшті бір преимуществосын айтқым келіп тұр. В общем, қараңдар, сендер мысалы ютубпен айналысасыңдар ғой. Сонда қазір сендерге ютубпен айналыссаңдар, мысалы американский ютубпен айналыссаңдар, без пока своего лица, без своего голоса, сендерге по-любому сендерге капкат керек болады. Капкаттың платный версиясы. С большой вероятностью көп нишаларды істеу үшін капкаттың платный версиясы керек. Екіншіден чат GPT керек. Потому что капкат пен чат GPT деген ол жай ғана уже капкат жай уже GPT емес, андай текст создавать ететін. Ол жерде қаншама ютубтыққа контент создавать ететін қаншама новый обновлениялар бар. И сендерге қазір мына жаңа преимущество туралы айттым ғой. Бұның преимуществосы партнерствоның. Мен партнерларға өзімнің партнерларыма подписка алып берем. Өздерің мысалы ойлаңдаршы, мысалы чат GPT-дің платный версиясы $20 тұрады, мысалы 10 000 теңге. И мен өзімнің партнерларыма сол чат GPT-дің платный версиясын алып бердім. И потом капкаттың жаңағы, который айына 4 000 теңге платный подпискасымен, в общем, соны алып берем. В общем, сондай преимущество аласыңдар. Сендерде бұлар расход жағынан расход болмайды, жаңағындай производство жағынан, подписка жағынан. Сондықтан мысалы қазір біз жаңа чат GPT-ға келсек, чат GPT қазір бізге Leonardo деген сияқты нейросеттер, және де мысалы Midjourney деген сияқты нейросеттер керек жоқ, потому что чат GPT-дің өзінің партнерлары бар, генерация видео сора бар, потом генерация изображения бар, бәрін чаттың ішінде істеуге болады, и он намного удобнее, чем Leonardo солардан қарағанда. И жаңа сендер чат GPT-ға платный подписка аласыңдар ғой, сол платный подписка алғанда жаңағы айына 4 000 теңге, оның жаңа генерация видео, генерация фото бәрі сол бір чат GPT-дің ішінде болады. Сондықтан YouTube контент создавать етуге прям идеально. Сосын екіншіден бізге менің партнерларым почти барлығы қолданатын ол капкаттың платный версиясы. Оның ішінде платный версияда синтезатор речи деген бар, прям реальный, брутальный, неотличимый от человеческого голоса, сондай синтезатор речи бар. Сосын қазір сендер мысалы көбісін білмейтін шығарсыңдар, сосын переводчик видео деген шықты, мысалы осы капкатта переводчик видео. То есть мен орысша видеоны салам или испанский видеоны салам, соны ағылшыншаға ауыстырып береді маған, прям дублированный перевод капкаттың ішінде. Сосын мысалы мен бір текст жазам, любой бір, мысалы чат GPT-ға салам, сделай мне вот такой сценарий, и сол сценарийны мына капкатқа салам, и капкат маған бүкіл қаншама стоковый сайттар бар ғой, содан маған тексттан видео жасап береді, короче, стоковый сайттан. И қаншама обновлениялар шығып жатыр, прям ютуберға капкат пен чат GPT нағыз керек нәрсе, особенно американский ютубпен айналысатындар. Мысалы мен сендерге көрсетейін, мына жерде капкатта міне переводчик видео деген бар. Сосын разделение длинных видео, то есть длинный видеодан мысалы сендер қаншама шортс жасап береді. Осындай отдельный сайттар бар, но бізге олар керек жоқ, бәрін капкаттың ішінде. Видео по сценарию дейді, міне мысалы міне осындай қазір күшті преимуществолар бізде в общем капкатта шығарып жатыр. Сондықтан міне партнер болудың күшті бір преимуществосы. Вы экономите деньги и былай айтқанда қаншама нишалар аласыңдар, и сендермен мен кері байланыс уже мысалы 1 ай, 2 ай, 15 күн, 3 ай емес, қанша уақыт партнер боласыңдар, сонша уақыт кері байланыс болады. Сондықтан менің партнерім болу деген ол, білмеймін, бір өмірдегі ең что лучше может произойти сол шығар, наверное, потому что мы живем в материальном мире. Все-таки біздің бақытымыз ол ақшаға келіп тіреледі. Бақытымыз, здоровьямыз барлығы ақшаға келіп тіреледі. Сондықтан қазір менің партнерім болсаңдар, табысқа шығасыңдар, байисыңдар, то есть бірге байимыз. Ал кімдеген партнер болғысы келеді? Бір партнер алам, достар, и все, сторис шығарам. Айтайын ба қандай сторис шығарам? Прям адамдарды жылататын, бітті, партнерствоға орын жабық деп, солдай болып қоймай тұрғанда, деп өкінбей тұрғанда, қап деп бүйтіп үлгеріп қалыңдар, достар. Келесі октябрьдан бастап партнерстводан 1 миллион болады. Давайте.